Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Мені есім Лязат. Наурыз құтты болсын. Достар, мен бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже жасап көрсететін боламын. Арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше наурыз көже жасауды бастаймыз. Бізге сүрленген ет немесе қазы қажет болады. Дәл осындай сүрленген қыстан қалған болса керемет. Мейіз, жүгері, арпа және де сүт, күріш, бидай және де тағы тары қосылады. Тары менде видеода көрінбей қалған, оны келесіде көрсеттім. Видеоның рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. Сүрленген етімізді жақсылап жуып тазалап аламыз да салқын суға салып қайнататын боламыз. Ет 2-3 сағатта піседі. Піскеннен соң етті салып аламыз. Ет қайнағаннан кейін көбігін алуды ұмытпаңыздар. Көбігін қайта-қайта алып тұрған дұрыс. Достар, менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, онда төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Бізде етіміз пісті, енді оны салып аламыз да ұсақтап турайтын боламыз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз мен үшін маңызды, сондықтан да каналымды қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Арпа мен бидайды салып қайнататын боламыз. Достар, пікір жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецептпен жасап көремін. Сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқимын. Келесі кезекте жүгеріні саламыз. Жүгері 1 сағат, 1,5 сағаттың көлемінде пісетін болады. Осы дәндерді алдын ала ыстық суға 2-3 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Одан соң осылай қолдансаңыздар өте тез пісетін болады. Мінекей, сүрленген етіміз турап алдық, оны да қосамыз. Наурыз көже наурыз айында әрбір шаңырақта міндетті түрде жасалады. Қазақтың ұлттық әрі тойымды керемет тағамы. Наурыз көжені міндетті түрде тауысып жеп қою керек дейді. Егер наурыз көжені тауысып жеп қойсаңыз, онда 1 жыл бойы тамағыңыз тоқ болып тоқ жүресіз деген ырым бар. Күрішті де салып жарты сағаттай пісіреміз. Осылайша барлығын араластырып тұруды ұмытпаңыздар, асты қатып кетпеу керек. Көжеміз піскеннен кейін тары мен мейізді салып, одан соң сүтті құйып 5-7 минуттай қайнатамыз. Сүтті құйған кезде міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Сол кезде біздің сүтіміз ірімей, әдемі болып араласатын болады. Бұл өте оңай, өте жеңіл әдіс түрі көжені дайындау және де өте дәмді болады, достар. Дәл осы менің рецептіммен сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Наурыз көжені міндетті түрде тақ саннан 7, 9, 11 түрлі тағамдардан жасайды. Дайын болған наурыз көжемізді ыдысымызға қойып, дастарханымызға ұсынамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, өте дәмді болып шықты. Менің дайындаған наурыз көжем 1 сағаттың ішінде қонақтарға үлестіріліп, барлығы желініп қойды. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымда дәл осындай ұлттық тағам түрлері, жент және де бауырсақтың да түрлері бар.
Каналымнан өздеріңіз қалаған рецепті қарасаңыздар болады. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.